Так, достар, Испанияда бәрі қымбат дейді ғой. Соны қазір қымбат па, қымбат емес па, шынында да көру үшін Меркадона супермаркетке келдік, бағасын салыстырып көрейік. Біздің жақтықпен қандай екен, қанша екен. Так, флешка албай, мен как раз үйге өзіме керек нәрселер сатып алам. Шоколадтың бағасы 1,35 евро, 1,35 евро. Демен анықтай. Біз жақта бар шоколадтар қайсы екен. Анда бар ма? 2,20 евро. 11-ден кетенге. Мороженое бізге привычный мороженое жоқ, мынандай сатады екен. Коробкамен. Сондықтан бағасын салыстырып қиынырақ. Соны коробканың ішінде сразу 4 штук, солай бірге сатылады екен. Өзімізге сияқты шоколад мороженое таба алмадым. Тіктердің бағасы, соқтар 1,5, 500 кетенге. 0,65, 300, 1 евро, 530 теңге 1 евро. 1 евро. Кішкентай қымбат екен, 1,5 евро. Бұл тауықтың грудкасы. Филе тауықтың грудкасының филесі 6,17. 1 килограмм 6 грамм. Burada 1 kilogram ekmeği 6 gram. 6 euro yaptı bu 1 kilogramı. Бұл филесі жай тауықтың грудкасы жоқ екен. Филе емес, косточкасының. Что-то не вижу. Туша. 2 килограмм 6 евро, 6,5 евро. Пиццалар сатады екен мынандай. Готовый. Пыспаған бірақ. Ингредиенттер салып дайындап қойған. 2,9, 2,5 евро, 2,9 евро. Аласында немеге саласың, микро печкаға саласың да, өзің пісіріп аласың. Бағасы қандай 1 килограмм 1,38 евро дейді. 70 теңге ма солай? Примерно. Мынау міне 1,30 евро 1 килограмм. Арус деген күріш екен. Мынау үстіндегі күріштер басқадай күріш екен, кішкене қоңыр күріш қой. Или партия етілген күріштер қойдың жылдам сатын. Китайский лапсалары 0,65, 0,85. Маған ұнамады. Мен острый жақсы көремін де. 1 евро дейді, 530 теңге. Маған ұнамады, короче. Ашты емес. Нұры бар екен. 0,90. Тоже где-то 400 теңгеден астам. Мен жасықтарында алып жүрген мендаль алатын бастан жасқыдай мынаған. Бағасы 10 евро 1 килограммға. 10 евро деген это 5300, 5545 ба, 5400, 5500 теңгедеш. Бізде де осындай баға. 2 евро 200 граммына. 1 килограммы 10 евро 45. Онда 45 евро деді. Короче, біздің баға. Еще мынандайға салынған мында. Бұдар мынандай багеттен сатылады екен, мынандар 0,6 евро, 0,49 евро, мынандай 0,71 евро. Чем отличается, білмейді екен мен. Мынандай багет алдым, сол багеттен жегенге. Мынандай йогурт сияқты нәрсе сүттен қойсаң 1,45 евро 1 литр. Бағасы нормально тоже 1,45. Йогурттар 1 евро 0,8. Мынандай шоколадный 1,10 евро дейді, маған қалды. Кеше жеген. Ертең Турцияға жам. Кешкі 7-ге дейін жеп жүретін тамақтарымыз келіп қой.
сол алды. Зеленый паста 1-10 евро на сияқты. Colgate 1-9 евро. 1-9 2 евро, Colgate 2-49. 1-9 2 евро. Короче, 1000 теңгенің шамасы. Зубный щетка 1 евро. Ішінде 3 штук десе. 5 штук. 500 теңге, 530 теңге. Жұмыртқа, мынандай перепелине жұмыртқа. 18 штук перепелине. 1-68 евро. Жұмыртқа. Так, 12 жұмыртқа. 2-4 евро. 12 жұмыртқа 2-4 евро. 6 жұмыртқа 1-62 евро. Tamamdır. 6 24 жұмыртқа. Şimdi 24 жұмыртқа 388. Осы выгодно сияқты. Бұнда еще размерлері бар бұның. Мыналар жазылып тұр, М деп тұр, медиа. Сірей, орташа. Орташа, М, L, XL, короче, біздің киімдер сияқты. Размеріне қарай бағасы. Бұлар білмей тұрмын қандай екен. Короче, алғанның бәрі 7 евро 34. 7-34 шықты. Ертең осыны күні бойы жегерім. Нормально. Мәзізді ойшы сәт тұр екен. Енді осының бәрі қымбат па, арзан ба, оны сіз өздеріңіз